Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Қазақ тілі мен әдебиеті пәні бойынша қашықтан оқыту сабағын бастаймыз. Сабақтың тақырыбы: әкеліңіз, көмектесейін. Сабақтың мақсаты: мәтін құрауда жалғау түрлерін дұрыс жалғау. Бағалау критерийі: қазақша үлкенге құрмет көрсету жөнінде жаңа сөздерді қатыстырып сөйлемдер құрады. Достарымен сөйлеседі. Тақырыпқа қатысты жаңа сөздерді сөйлесім барысында тиімді қолдана алады. Тақырып аясында тілдік қарым-қатынас құра алады. Сабағымызды бастамас бұрын психологиялық дайындық жасап алайық. Қазақ тілін бастаймыз. Білімнен біз қашпаймыз. Ойға түйіп әр сөзін кілең бестік жинаймыз. Олай болса, балалар, гүлмен тілек әдісі арқылы сабағымызды бастайық. Оқушылар, бүгінгі сабақта сіздерге осы гүл шоқтарын сыйлай отырып, сабақтың сәтті өтуіне және зейіндеріңіздің ашылуына тілектеспін. Бүгінгі сабақтың жаңа сөздері: сыпайылық, скромность, апарысу, әкелісу, помочь отнести, тәрбие, воспитание, алғыс айту, благодарить. Кітабымызды ашып, бірінші жазылым тапсырмасын орындайық. Берілген диаграмманы үлгі бойынша толтыр. Үлгі: атама газет әкелемін. Атамның аяқ киімін тазалаймын. Атамның киінуіне көмектесемін. Дәл осылай анаңа, әжеңе қалай көмектесесің? Үлгіні басшылыққа ала отырып, диаграмманы толтырыңыз. Екінші жазылым тапсырмасы: суретке қара. Тірек сөзді пайдаланып, досыңмен бірге мәтін құрап жаз. Тірек сөздер: әжей, сөмке, апарысу, жолдан өту, көмектесу. Үшінші тапсырма: тыңдалым, оқылым, айтылым. Мәтінді оқы, тақырып қой, түсінгеніңді айт. Төртінші жазылым тапсырмасы: мәтіндегі қою қаріппен берілген сөздердің аудармасын дәптеріңе жаз. Мәтіннен жалпы есім мен жалқы есімді тап. Оқушылар, сабағымыз өз мәресіне жетіп қалды. Сабақ бойынша ойларыңызды ашық микрофон әдісі арқылы білдіріңіздер. Оқы талмай, түй санаңа жас ұлан. Сыр құямын, жыр құямын санаңа. Білім қару, білім керек адамға, ал білімді мен құямын санаңа деп бүгінгі сабағымызды аяқтай келе үйге тапсырманы аламыз. Үлкенге құрмет, кішіге ізет тақырыбында есе жазып келеміз. Сау болыңыздар, оқушылар.